Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге мына фикус гүлімнің, каучуконосный фикус, черный принц деп те атайды, осы гүлімнің пересадкасымен бөліскім келіп отыр. Мына бұл өте әдемі, үлкен гүл болып өсіп жатыр. Осы көктем шыққалы, мына жаңа жапырақтарын шығарып өсіп жатыр. Бұған мен тыңайтқыш құйып жүрмін. Біраз уақыт болды бұның топырағын ауыстырмағаныма. Мына сіздерге қазір көрсетейін. Топырағы өте құнарсызданып кеткен. Мына қарасаңыздар. Мына мен сіздерге мына жерге құнарлы топырақ пен құнарсыз болып кеткен топырақтың айырмашылығын көрсеткім келіп отыр. Қарасаңыздар. Мына қараңыздар, мына жаңа топырақ қап-қара, өте жеңіл, құнарлы болып көрініп тұрды. Ал мына жағы аппақ болып, уже барлық құнарын барлығын беріп болған. Бұл да отырғызған кезде мына ішінде керамзиттері жүр, көрініп тұрса, древесная кора, барлығы мохсфагнум, перлит, барлығын қосып отырғызған. Мына қараңыздар, құнарсызданып кеткен. Уже майдаланып, күл сияқты болып, енді көктем шықты. Гүлдердің барлығы оянып, жаңа жапырақтарын шығарып, өте жақсы өсіп келе жатқан гүл. Енді мен бұны пересадка жасағаннан кейін 2 айға дейін тыңайтқыш құймаймын. Себебі мына топырақтың құрамы өте құнарлы, өте жақсы. Бұл гүлге жеткілікті болады. Сол себепті мен бұл гүлді қазір горшогынан алып, барлық топырағын шығарып, пересадка жасаймын. Алдымен босатып аламыз, тамырларына зақым келмес үшін. Тамырлары жақсы. Топырақ өте қатты құнарсыздандып кеткен, күл болып кеткен. Түсі де ағарып, ешқандай да керек емес топырағының барлығын босатып аламыз осылай. Қолымнан келгенше барлық тамырына зақым келтірместен құнарсыз топырағының бәрін босаттым. Бұл пересадка әдісі, перевалка әдісі, ол бөлек болады. Бұлай тамырын босатпай, сол тұрған топырағымен бірге үлкен горшокқа отырғызуды перевалка деп атайды. Ол туралы менде видео бар. Ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Мен енді барлық топырақты босатқаннан кейін тамыры мына горшокқа қайтадан сыйып, жақсы болып тұр. Осы горшокқа қайтадан отырғызамын. Тамырында ешқандай да не жоқ, шіріген ешқандай тамыры жоқ. Тамыры өте жақсы. Осылай құнарлы жаңа дайындағам. Осының алдындағы видеода осы топырақтарды қалай дайындайтыным туралы барлығын көрсеткен болатыным. Ссылкасын описаниядан көретін боласыздар. Ол видеоға да кіріп көріңіздер. Мына менің фикус каучуконосный гүлім отырғызылып болды. Қарасаңыздар, өте құнарлы, өте жеңіл, ауа өткізгіш, сондай құнары өте жақсы топыраққа отырғызылды. Енді бұл гүл жақсы өсіп, өзін жақсы сезінеді деп ойлаймын. Осылай көктем шыққанда гүлдеріңізді пересадка жасап, топырақтарын барлығын жаңартып отырғызсаңыздар, сіздерге алғысын айтады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Егер видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.